Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық, бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса, таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай денеңіз сергіп қалады. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланған да пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен улы заттардан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алу шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ерітеді. Сосын ересек адамға 300-500 мл, ал балаларға 100-200 мл ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Және металл заттардың асқазанды зақымдануынан сақтана тұруға болады. Ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.